Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге балалық шақтарыңызды естеріңізге түсіретін алмадан жасалынатын мұз кәмпиттердің үй жағдайында жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен 300 грамм шекерге 100 мл су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Кез келген үйде бар бояғышта алсаңыздар болады, және лимон қышқылы, балғын лимонды алуға да болады, және осындай ағаш таяқшалар, яғни шпажкалар. Сосын жуып тазаланған алма. Алманың кез келген көлемін, кез келген түсінде ала берсеңіз болады. Жуып тазаланған алмамыздың таяғын алып, осылай шпажкаларды ортасына дейін орнататын боламыз. Алмамыз шпажкадан құлап кетпесе болды. Мен орташа көлемдегі 6 алмаға шпажка орнаттым, бірақ менің карамельдерім 5 алмаға жетті. Орташа отта карамелімізді қайната бастаймыз, және шекердің осылай еруіне көмектесеміз. Карамель дұрыс шығу үшін карамель жасап жатқан ыдыстарыңыздың асты өте қалың болу керек. Егер асты жұқа ыдысқа жасайтын болсақ, біздің шекеріміз қатып, ешқандай карамеліміз дұрыс шықпай қалады. Карамельдің жалпы қайнау уақыты 7-8 минутты ғана алады. Неге біздің карамельдеріміз қайнап бастады, енді ода көптеген көпіршіктер пайда бола бастайды. Ал оның дайын болған уақытын оның түсіне, және осы біздің шығып жатқан көпіршіктеріміз бұл кезде кішкене азая бастайды. Осылай қайнап тұрған уақытта 1 шай қасықпен лимон қышқылын саламыз. Немесе балғын лимон болса, балғын лимон қышқылын да салуға болады. Карамель осылай көпіршіктері азайып, оның түсі алтын түстес болған кезде біз оны суға тамызып тексеріп көреміз. Осындай бізде жабысқақ шариктер пайда болу керек. Ол бірігу керек, яғни. Ол сумен бірге еріп кететін болса, біз карамельді тағы да қайнатамыз. Карамельдің дұрыс шыққан-шықпағанын осылай міндетті түрде тексеріп көреміз. Карамеліміз дайын болды. Енді оттан алып, оны бояушымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Карамель бізде тез-тез қатып қалады, сондықтан тез-тез жұмыс жасауға тырысыңыздар. Егер карамель қатып, жұмыс жасауға ыңғайсыз болып жатса, қайтадан пешімізге қосып, ертіп алуға болады. Ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Конфеттердің алманың сыртында жұқа болған қаласаңыздар, карамель ыстық кезде жұмыс жасай беріңіздер. Ал қою болып тұрсын десеңіздер, карамель кішкене қоюлау қалыпқа келген кезінде жұмыс жасап бастауға болады. Дағыдай көрсетілгендей, алмаларымыздың барлығын осылай карамельге аунатып аламыз. Алмадан артылған карамельге мен осындай 2 дана тәтті кәмпит жасадым. Оны жылы күйінде өзіңіздің қалаған формаңызға келтіріп алсаңыз болады. Жасауға оңай көрінгенмен, карамельмен жұмыс жасау кәдімгідей ептілікті, жылдамдықты талап етеді. Бірақ балаларыңыз өте қуанып қалатын болады. Осындай базарда сатылатын кәмпиттердің өз қолыңыздан жасап берсеңіздер, балаларыңыз міндетті түрде сіздерге рахмет айтатын болады. Бұл кәмпиттерді кез келген ана балаларына жасап беріп, өздерінің балаларын қуантса екен деймін. Осылай біздің барлық конфеттеріміз дайын болды. Олар өте дәмді болып шығады міндетті түрде. Жасап көріңіздер. Сіздерге рецептім ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер. Бұйыртса алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.